Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Бүгін сіздерге денсаулыққа өте пайдалы әрі тойымды таңғы бір түрі граноланың жасалу жолын көрсетемін. Граноланы жасау үшін бізге ең алдымен майлылығы 82%-дан кем емес 100 грамм сары май қажет. Қызып тұрған табамызға сары майды салып, сары май толық ерігеннен кейін газдың астын өшіреміз. Сары май толық ерігеннен кейін үстіне табиғи таза қолдың балын салып, бал толық ерігенше араластырамыз. Негізі таза табиғи балды қолдануға тырысыңыздар, себебі дүкенде сатылатын балдардың ешқандай пайдасы жоқ, және де сары май мен балды араластырған кезде дұрыс консистенциямыз шықпай қалады. Видеоны толық соңына дейін өткізбей көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ерекше иіс пен дәм әдемі түр беру үшін 1,5 шай қасық корица қостым. Корица ұнамайды десеңіздер, өз еріктеріңізде қоспай қоюларыңызға да болады. Барлық заттарды араластырып болғаннан кейін үстінен сұлы жармасын саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен сұлы жармасын жуған жоқпын, себебі дүкенде сатылатын қораптағы жоғары сападағы сұлы жармасын пайдаландым. Граноланы дайындау үшін әртүрлі дәнді дақылдар қосылған қоспа жарма түрлерін емес, тек қана сұлыдан тұратын жоғары сапалы, ұзақ қайнап пісетін осындай қораптағы жарма түрін қолдансаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен сұлы жармасын 2 бөліп салып, сұйықтықты толық бойына сіңіргенге дейін араластырдым. Енді кезекте сұлы жармасын қызып тұрған пешіміздің табасына бір келкетіп орналастырамыз. 180 градуста қызып дайын тұрған пешімізге 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Осы граноланы пісіретін кезде үлкен бір ескере кететін жайт бар, ол әр 5 минут сайын қызып тұрған табамызды шығарып, сұлы жармасын ортасына қарай араластырып отырып пісіреміз. Дәл осылай әр 5 минут сайын қайталап отырамыз, сол кезде біздің граноламыздың шеттері күймей, барлығы біркелкі пісетін болады. Жиырма 25 минут өткеннен кейін дайын болған граноламыздың түсі қоңырқай түсте әрі құрғақ шашырап тұрады. Денсаулыққа өте пайдалы әрі гранолаға ерекше дәм беріп тұру үшін әртүрлі осындай кепкен жемістер мен жаңғақтарды турап қосамыз. Орташа көлемде туралған кепкен жемістер мен жаңғақтарымызды граноланың үстінен себеміз. Және гранола толық суығаннан кейін, егер өздеріңіз ұнатсаңыздар, шоколадты да турап қоссаңыздар болады. Барлық заттарды қосып болғаннан кейін граноламен бірге бір келкетіп араластырамыз. Дайын болған граноламызды таза әрі құрғақ ыдысқа салып, ауа температурасы 25 градус аспайтын әрі қараңғы жерде 1-1,5 айға дейін сақтаймыз. Міне осымен біздің денсаулыққа өте пайдалы таңғы ас кезінде пісіріп немесе қайнатып отыруды қажет етпейтін граноламыз дайын болды. Сүтпен немесе йогуртпен ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын.